Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін 2-ші тоқсан бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 2-ші БЖБ-ның тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бөлім достық пен татулық таптырмас бақыт. Оқу мақсатымыз тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып дәлелді жауап беру. Пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Бір тойым болатыны сөзсіз менің, дәл қай күні екенін айта алмаймын. Мен әйтеуір бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткеремін. Біздің үйді сол күні бетке ал қауым, нысанаға ап қуаныш тоқталмауын. Мен бұл тойдан тілеймін жылап тұрып, қазанымда бір асым ет қалмауын. Мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: ақын тойына кімді шақырады? Екінші сұрақ: өлеңде ақынның қандай тілегі көрінеді? Үшінші сұрақ: автор бойындағы қасиеттерді жазыңыз. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдап, мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап бердіңіздер ме? Ендеше жауабын бірге тыңдайық. Ақын тойына кімді шақырады? Ақын тойына қауымды шақырады. Өлеңде ақынның қандай тілегі көрінеді? Ақынның тілегі қуаныш тоқтамаса, тойға көп қауым жиналған халықтан бір асымда ет қалмағаны. Автор бойындағы қасиеттерді жазыңыз. Автор өте ақпейіл, мырза, қолы ашық, көпшілікті, қонақ күткенді сүйетін адам. Өзінің қуанышын көппен бөліскісі келетін ақ көңіл, қайырымды жан. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, келесі сабақта кездескенше. Сау болыңыздар.